Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге жаз мезгілінде шөлді басатын ашымақ деп жатады, салқын көже, бидай көже деп жатады кей өңірлерде. Сол сусынның рецептімен ұсынбақпын. Арнама қош келдіңіздер. Ең алдымен қазанымызға салқын суды құйып, менде мұнда арпа, яғни перловканы бірнеше рет шайқап алдым. Одан кейін қазанымызға суға орналастырамыз. Міндетті түрде қақпағын жауып қоямыз. Әбден қайнатамыз. Оттың астын баяулатып, бетіндегі көбігін алып тастасаңыздар болады. Осылай тазалап аламыз. Бөлек ыдысқа менде осындай үлкен кеседе айранның үстіне үйдің құртын езіп, осы айранның үстіне қосып аламыз. Негізі салқын көжені қатық қосып жазсаңыздар да болады. Менде мында айран мен құртты араластырып, бөлме температурасында суғаннан кейін арпамыз, яғни суымен бірге, одан кейін айран мен құртымды салып, жақсылап араластырып аламыз. Татымына қарай міндетті түрде тұз қосасыздар да, дәмін көріп. Одан кейін тоңазытқышқа бірнеше сағатқа салқындатып қоюымыз қажет. Негізі үй жағдайында жасап көріңіздер, өте керемет таптырмас сусындардың бірі болып келеді. Егер видеом ұнап жатса, астына пікірлеріңізді қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын.